Ассалаумалейкум, құрметті достар, көрермендер, ютуберлер, блогерлер, амансыздар ма? Достар, сіздермен бірге менің атым Бекболат. Мен осы YouTube платформасында көптен бері осы YouTube каналдарды баптау, оларды баптап, саздап, монетизацияға қалай шығару керек, қандай контенттер салу керек, вообще YouTube каналдарын баптаумен шұғылданамын. Өзімнің басқа жұмысым бар, мекемеде жұмыс істеймін. Бұл кәсіппенен тек қолым бос уақытта шұғылданамын, яғни бұл менің хоббиім, өзіме ұнайды. Көпшілік ұлы адамдардың айтатын сөзі бар ғой, өзіңнің адам өз сүйген кәсібімен шұғылдану керек. Сол үшін бұл менің хоббиім болғасын, бос уақытымда шұғылданамын әрине. Енді бүгін мен сіздерге бұл видеоны түсірген себебім бір екі ауыз YouTube туралы айтпақшы едім, құрметті көрермендер. Яғни мына біздің қазақ аудиториясында қазақ тілді көрген контенттерде қазақ аудитория. Енді бұл орыс аудиториясында, орыс тілді қазақтардың аудиториясында, яғни орыстарда, өзбектерде, қырғыздарда, бөтен көршілес елдерде өте көп мына YouTube қалай не істеу керек, не ету керек өте көп дамып кеткен. Ал тек байқағаным, мен іздедім, байқадым, мына өзіміздің қазақ аудиториясында өте аз, себебі мына YouTube'ты қалай бастау керек, YouTube ол не, сол туралы барлық нелер, мына түсініктер, материалдар тіпті жоқтың қасы, тіпті жоқ десек те болады. Бірлі жарым бар, бір-екі ютуберлер басында айтып кеткен, мынандай маған ой мынандай келді, Google AdSense'тен мынандай келді, аштым, өйттім, монетизацияға жалғандым, болды, сонымен тоқтайды. Яғни өзінің ана бас жағында айтып кеткен. Google AdSense'ке не жібереді, сол Google AdSense'тен код келгенсін, кодқа дейін айтқан, болды. Бұл мен не демекшімін, яғни біздің қазақ тілді аудиторияда YouTube сабақтары тіпті жоқ. Көпшілік біздің қазақтар ол YouTube'да канал ашып, оны баптап, саздап, контент жаратып, одан табыс табу керек екенін тіпті білмейді. Тіпті оны білмейтіндер өте көп, шындық. Әттең 2021 жылы YouTube'ға көптеген өзгерістер кірді. Жылдың басында кіріп еді, январда, кеше жақында июль айында, маусым айының соңында, шілде айының басында тағы да өзгерістер енді. Солар туралы мен сіздерге толық бәрін алдағы видеомда мен сіздерге бәрін түсіндіріп айтып беретін боламын. Алдағы видеомды жіберіп алмау үшін каналға жазылмағандар болса жазылыңыздар, құрметті достар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің кейінгі видеомды жіберіп алмайсыздар. Себебі кейінгі видеомда мен міндетті түрде барлық осы нелер, яғни майда мелкий мынандай көпшілік көңіл бөле бермейтін мынандай майда шүйде нелердің бәрін толық айтатын боламын, құрметті көрермендер, ютуберлер. Сонымен каналға жазылып, қоңыраушаны басып, бір-бірден лайк түймеселерін басып қойсаңыздар, ол маған әрине мотивация болады. Мен кейінгі видеоларын шығаруға да, кейінгі мына YouTube несін нетуге де ол септігін тигізетін болады. Сол себепті, құрметті көрермен, бір-бірден лайк басып қойсаңыздар, өзіңіздің таныстарыңыз, достарыңызға жіберсеңіздер, каналға жазылып, сол алдағы уақытта сол YouTube арқылы монетизацияға шығып, табыс тауып, жақсы контент жаратып, блогер болып, блогерлікпен айналысқан, ол әрине жақсы ғой, оның несі жаман, ол өте жақсы кәсіп. Қашанға дейін ол бастықтардың бет-аузын тырситқан, бүржиткен мына бастықтардың сондай тәкаппар, кібірлі бастықтардың бет-аузына қашанғы жалпақтап, қашанғы біреуге жалтақтап, біреудің жұмысын істеп жүрмексіміз, дұрыс па? Бәріміз де өзіміз кәсіп ашып, өзіміз қаржылық жағынан өзіміз нетіп, аяққа тұрғызып, қаржылық жағынан еркін болсақ, ол әрине біріншіден өзімізге жақсы, ертеңгі күні өзіміздің өніп өсуімізге жақсы болады. Сол себепті, құрметті көрермендер, бірге болыңыздар, менімен бірге кейінгі видеоларымды жіберіп алмай, қоңыраушаны басып, каналға жазылып, лайкты бір-бірден басып қойсаңыздар, және сұраулар болса, описаниеге міндетті түрде жазыңыз. Мен міндетті түрде барлық сұрақты бір-бірден қарап жауап беретін боламын, құрметті көрермен. Сол себепті осымен қысқаша видеомды аяқтайын, құрметті көрермен.
ютуберлер, блогерлер сол арамызда канал жаратып контенттерді қалай саздау бақтауларын білмей жүргендер болса, мына каналды қалай ашарын білмей жүргендер болса, барлығы туралы толық мағлұматты мен алдағы уақыттары қарапайым тілде түсіндіріп беретін боламын. Сонымен бәріңізге сәттілік онда, құрметті көрермендер. Аман болайық, сау болайық. Келесі кездескенше, кейінгі видеоларымда кездескенше аман болайық.